көп жағдайда эксперттер министрліктің жұмысына қарсы шығып жатады. Осындай жағдайды болдырмау үшін біздің министрлікте біз бір кварталда бір рет сол эксперттермен кездесу ұйымдастырамыз. Бұл кездесу прямо керемет жаңағы жақсы өтеді деп айтпаймын. Ол жерде ұрсамыз, қызу талқылауға кетеді. Олар өздерінің позициясын айтады, біз өзіміздің позиция, но бірақ ортақ шешімге келеміз. Енді кешірім өтінемін, сол кезде эксперттердің негізгі жаңа олар бір ақпарат пен дерек көздерге сілтеме жасайды ғой. Мысалы, олар біздің бір заң жүйесіне келіспеушілік болып жатады. Сол кезде біз оны оларға түсіндіреміз. Неге бұны жасап жатырмыз? Бұл неге алып келеді? Бұл жағдайды неге орын алып отқан бәрін түсіндіреміз. Сол кезде олар келіспейтін жағдайларын біздің эксперттерге айтады. Біздің эксперттер оны түзейді, мүмкін болған жағдайда түзейді. Екі жақ келісімге келеді. Келісімге келмейтін кездерде болады. Ол жерде олар ашық айтады. Мына жерде біз сіздермен келіспейміз, өйткені бұл тығырыққа келеді. Сосын эксперттермен отырып бір шешімге келеді. Енді эксперттер айтады, енді сіздер бізді шақырып ылғи осындай іс-шаралар ұйымдастырып отырасыздар. Осымен біздегі негатив, жаңағы мониторинг бойынша біртіндеп азая бастады. Азая бастағаннан кейін көп жағдайда бақ өкілдері бізге жаңағы қарапайым тілмен түсіндіру үшін эксперттерге барады. Министрлік өзінің позициясын релиз арқылы береді, бірақ оның майлап, оны жеткізу, арғарай эксперттер оны жүйелеп жеткізеді. Осының арқасында бізде негативтің сапасы саны төмендеді. Майлап деген қалай кетті? Бірақ енді олар айтады, енді біз айтамыз ғой, шығармашылыққа еш уақытта араласуға болмайды. Бұл жерде біз олармен келісіп алғанбыз, біз сіздерге ақпаратты береміз, жан жақты талқылау, эксперттермен кездесу, министрмен кездесу, вице-министрмен кездесу бәрін ұйымдастырамыз. Бірақ біз олардың қалай беру мәселесіне, қалай оны жеткізу мәселесіне араласпаймыз. Мынаны өшір, мынаны алып тастау деген біздің тараптан ондай жоқ. Олар ойлап басында келген кезде сразу бізге айтты, давайте осы жерде біз нүктені қойып алайық, ертең сіздер бізге диктовать етіп тұрмаңыздар, былай мынаны жаз, мынаны жазба жоқ. Біз сіздерге түсіндіру біздің міндетіміз,